Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен пломбир деп аталатын крем дайындайтын боламыз. Бұл крем медовый торттарға, профитролиге, эклерге өте жақсы үйлеседі. Бұл кремді дайындау үшін бізге ең алдымен сүт қажет. Сүтіміздің үстіне қантты салып, жай жылдамдықта ергенше миксерлейтін боламыз. Миксерленген массамыздың үстіне 2 жұмыртқаны жарып, және де тағы миксерлейміз. Енді миксерленген массамыздың үстіне крахмалымыз бен ұнымызды біріктіріп, еліктен өткізе отырып, миксерлейтін боламыз. Мұнда крахмал, кукурузный крахмал, картофельный крахмал болса да бола береді. Ұнымызды 2-ге бөліп миксерлейтін боламыз. Яғни бізде түйіршіктер болмау үшін. Міне енді массамызды осындай ыдысқа құямыз, яғни асты жабыспайтын, асты қалыңдау ыдыс болғаны дұрыс. Енді баяу орташа отта, баяу да емес, қатты емес, орташа отта астын жағып қайнататын боламыз, яғни қайнатпаймыз. Мына массамыз қоюлана бастағанша. Енді массамыз қоюланғаннан кейін үстіне сары майымызды салып, және де аз ғана тағы да отта ұстайтын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Бұл кремімізді суыту үшін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді креміміздің бетін осындай пищевой пленкамен жабамыз. Яғни бетіне тигізіп тұрып жауамыз. Ішінде бізде буланып, креміміздің үстіне буланып су түспеу үшін. Осылай бетіне тигізіп тұрып, жан-жағын бәрін жабыстырып, осылай жақсылап тұрып жабатын боламыз. Енді бұл массамызды, егер асығыс болмасаңыздар, үй температурасында, ал егер асығыс болсаңыздар, мұздатқышта суытып аламыз. Енді суыған массамызға өз алдына бөлек сливкиіміз бен сахарный пудрамызды немесе қантымызды осылай миксерлеп аламыз қоюланғанша. Қоюланған массамызды суыған қайнатпалы креміміздің үстіне салып, және де тағы миксерлейтін боламыз. Міне құйып алдық, бір қалыпты масса болғанша миксерлейміз. Міне бізде осындай крем шығады. Бұл крем торттардың арасына жаққанға өте жақсы үйлеседі. Міне осындай болып шығады. Дәмі балмұздақтың дәміне ұқсайды. Сіздермен болған Жібек, келесі рецептермен бөліскенше сау болыңыздар.